Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен құйрық лагман дайындайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші етін дайындаймыз. Етін жіңішке және үлкенірек етіп кесіп, тұз бұрыштарын қосып, соя тұздығын және шамалы салқын су қосып, ең кемі 2 сағатқа маринадтауға тоңазытқышқа салып қоямыз, бетін жауып. Нанның құрамы өте қарапайым. Тұз, су, жұмыртқа қосып, қаттырақ етіп қамыр илейміз. Қамырдың иі қанғанша бірнеше рет қайтара илеп, иін қандырып аламыз. Иі қанған қамырды осылай видеодағыдай дайындаймыз. Бірнеше бөліктерге бөлеміз және тындыра отырып, бірнеше рет қайтара созып аламыз. Менде барлығы көз мөлшерімен болды. Бізде үйде адам аз болғандықтан, барлығы менде шамалы азырақ. Сіздер қалауларыңызша мол етіп жасауға болады. Осылай бір жұқартып алып, ең кемі 10 минутқа шамалы тындыруға бетін жауып қойып, қайтадан осылай созамыз. Осылай созған нандарымызды да тағы да бетіне май жағып, тағы да бетін жауып қойып, тағы да шамалы 10 минутқа жуық тындырып алатын боламыз. Солай тындырып алып отырған кезде созу өте оңай болады. Үзілмей созылады. Жіңішке болып дайын болған қамырларымызды осылай қолымызға жинап алып, үстелдің үстіне бірнеше рет соғып аламыз. Мен 2-2 қамырдан жинап осылай дайындадым. Кейін осы қамырларды қайнап тұрған суға үстіне тұз қосып, 1-2 рет қайнатып аламыз. Бетін жауып, 1-2 рет көтерілгенше қайнатып алатын боламыз. Өте көп қайнатудың керегі жоқ, қамыр езіліп кетуі мүмкін. Кейін осы піскен қамырымызды мен өзім салқын суға алып аламын. Салқын суға салып алып отырамын. Салқын судан кейінгі шыққан қамырдың үстіне сұйық май қосып қоятын боламыз. Сол кезде қамыр бір-біріне жабыспай күшті болып тұрады. Келесі кезекте подливын дайындаймыз. Қызып тұрған майға бағанағы маринадталған етімізді алып қуырамыз, бетін жауып, аз отта қуырып аламыз. Еті піскенше бетін жауып отырып қуырып алатын боламыз. Кейін үстіне қажетті овощтарды саламыз бір-бірден. Өзіңіз қалауыңыз бойынша кез келген көкөністерді қосуларыңызға болады. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосып, кез келген өз қалауыңызша дәмдеуіштерді қосып, шамалы қуырып аламыз. Осылай жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне қайнап тұрған су қосып, 10 минуттай бетін жауып қайнатып аламыз. Көкөністер еріп кетпеу керек. Мінекей осымен біздің лагманымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Ас болсын.